Сүйшілер мен қазір шығып келе жатырмын. Чота мен неғып жиналып қалсыздар мына жерге сендер вообще? О, шайды, чотам. Изумруд таптың ба? Изумруд таптың ба? Болды. Изумруд таптың ба дегенде ше, менде короче жаман жаңалық бар. Мен осыншама шахта қаздым, бірақ шын айтсам, вообще изумруд тапқан жоқпын, серьезно. Изумруд таппаған нес? Бұл қалай, енді біз қалай өмір сүреміз? Мен қайдан білемін енді, изумруд жоқ болса, мен қайдан табамын, білмеймін енді. Бізде дейтін енді шахта дұрыс істемей жатыр ма әлде, білмеймін қысқасы айтқанда. Блин, енді не істейміз? Бірдеңе ойлап табу қажет. Шайзи, көмектес бізге. Мен көмектес дегенде мен қалай көмектесемін сендерге? Давай мен қазір заттарды тасақ білейін, сосын сөйлесеміз, я? Бол тезірек. Я, давай. Қайдан табуға болады? Енді бар ғой изумрудтар. Ой. Блин, что за фигня вообще, серьезно айтқанда. Кстати, біріңе сәлем, қалдарың қалай, сендермен бүгін Шайзи мен жаңа видеома қош келдіңдер. Достар, бүгін біз дейтін достар, видеода не істейтінімізді білесіңдер достар. Короче, қысқасы тыңдар, яғни біздің ауылда ойлаңдар, вообще изумруд қалмады. Кәдімгі достар, ойлаңдар, вообще біздің ауылда, яғни ешқандай изумруд қалмады. Мен жұмыс істейін десем, яғни менің айлығымды бермейді, өйткені менде ауылда изумрудтар жоқ. Бағанадай сандыққа салсайықшы, мына жерге бекер салмай-ақшы. Давай қазір біз сандыққа салайық. Достар, егер сендер мен анама бірінші рет кіріп отырсыңдар, және сендерге мен анам ұнаса, онда бірден подписаться кнопкасын басып, қасына яғни колокольчикте все қойып қойыңдар. Өйткені сендер мен күнде шығарған видеоларымды жібере алмайтын боласыңдар. Достар, менің арамда күн сайын видео шығатын болады. Ендеше біз видеомызды қарай кеттік, және ана тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызға да айта кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды қарай кеттік. Все, қазір бәрін салсайын, давай все, бәрін сала боламын. Қазір далаға шығайын достар. Қысқасы, яғни біздің ауылда осында енді кризис болып жатыр. Кәдімгі ойлаңдар, вообще бізде изумруд жоқ, не істерімізді білмейміз. Яғни шахта қазсақ өзің көргендей шахтадан дым шықпайды достар. Вот енді солай күніміз өтіп жатыр, я. Шайды тезірек келсең, ана жақта сен бір жетіліп күтіп отыр. Чезір қандай жет? Ассалаумағалейкум. Сен мына жерде жоқ сияқтысың ғой, қазір қаяқтан келдің сен дейтін? Шайды сәлемесің ба? Короче, тыңдашы, мен дейтін изумрудты табуды жолын таптым. Қандай екендігін білесің ба? Изумрудты шахтадан басқа қайдан табасың, құмаш? Тезірек жүрші мен барлығын таптым, енді бізге шахта қазудың қажеті жоқ. Сонда не істеуіміз қажет біздің? Менің артымнан жүріңдер, бол. Все, кет, қайда ол дейді, осы шақта ма? Жүре бар. Мынау снес? Мынау снес ана жерде бір немене мынау? Немене мынау? Вот, түсінбедім мен дейтін. Қалай сонда мен түсінбей тұрмын әлі? Чего, вообще мен ештеңе түсінген жоқпын мен. Қысқасы, тыңда Шайзи. Яғанағынан көріп тұрсың ба? Мына төрт бұрышы бірдеңені көріп тұрсың ба? Яғни бұл завод. Қазір біз сол заводты біз соғатын боламыз. И одан біз үшті принтерден, яғни біз өзіміздің изумрудымызды шығаратын боламыз. Яғни сондай. Қалай сонда біз үшті принтер, ол дейтін сонда фейковый изумруд бола ма? Ондай болмайды, ол қой, ондай болмайды вообще дейтін. Жоқ, сен дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Яғни біз үшті принтер жасайтын боламыз. Яғни бұл үшті принтер болады. Яғни түсі қай түсіндіруге болады саған дейтін. Шайзи, сен көп миды ашып жібердің ғой. Не істейміз сонымен? Саламыз ба, салмаймыз ба? Айтшы соны. Шайзи, салайық тезірек. Салу керек па, салу. Достар, короче, жазып кеттерші комментария. Мынаның салудың қажеті бар ма, қажеті жоқ па? Тезірек салайық Шайзи, өтініш. Бізге қазір изумруд жетіспей жүр, өзіңде білесің. Қазір біз уақыт ұзақ беретін болсақ, барлығымыз ауылдың барлығы кризис болып, біз аштықтан өлетін боламыз. Тезірек шешім қабылда, Шайзи. Блин. Не қарап тұрсың, бозай, тезірек шешім қабылдасайшы. Блин. Все, мағыл, давай, саламыз. Болды, менде ресурстар жоқ, бірақ ресурстар бар ма сенде? Менде әрине бар. Давай, мен қазір той істейтін. Давай, мен осы қазір алып келе берейін ба? Алып келе, онда мен қазір өзімнің бөлмемен барып келейін, то есть үйіме қазір бірдеңе алып келейін. Тезірек бол, бізде уақыт жоқ. Әрине. Достар, короче, өздерің естіп отқан шығарсыңдар, достар. Қысқасы айтқанда сұрап, біз енді үшті принтерден зат шығарамыз ба? Сонда не ол, достар, вообще? Мақыл сұрап. Айғайламаймыз, тұрнаш қазір үйге кіреміз. Блин, не істеуге болады? Хотя олар мен күтіп тұр, Мақыл сұрап, онда бізде оларға көмектесетін боламыз, және достар, бізді осы ауылда, яғни изумрудтан жоқтығынан құтқаратын боламыз деп ойлаймын. Все. Қазір біз неяқта бізге өзімізге керек заттарды алып аламыз.
короче қазір қылышты алып аламыз да, сол қосым сөйтіп ана киіп алсақ бізге керек болады бұл дейтін кәдімгі достар. Все, қазір енді көрейік ол что за стройка соғу керек, қазір барлығын сұрайтын боламыз, қазір материалдар алып келіп қойып па деген сияқты. Все, қазір сұрайтын боламыз барлығын. Мына жерде жиналып қалған ғой жылықтар. Что там, короче, жетті. Дәл осылай соғуымыз қажет қой да. Что там, материалдар қайда? Материалдар сандықтың ішінде, ала бер және соғуды бастай бер, шайзи. Все. Айба, короче, бәрін алып алайын, мынаның барлығы керек болмаған сонда дәл өстіп соғу керек қой, барлығын. Дәл өстіп соғу керек қой, шайзи. Давай, понял, короче, қазір мен соғып бастаймын, давай. Короче, қазір біз өзіміздің үйіміздің қасымызға, онда өзіміздің, яғни достар, өзіміздің кәдімгі автоматымыз алатын боламыз, яғни бізге ендігі, яғни өзіміздің Майнкрафттағы, яғни өзі изумрудты шығарып беретін өзімізге автомат жасайтын боламыз. Қысқалай айтқанда не дейтін завод депші. Короче, давайте біз бастайтын боламыз. Қазір былайынан соғатын боламыз. 4-ке 4 емес, давай 5 дейміз и былайынан шығаратын боламыз алдына қарай да. Давайте былайынан шығарайық. Или көп болып кете ма? Давай көп болып кетеді сияқты. Өте қысқа істейік біз. Бұл слишком үлкен болудың қажеті жоқ деген ойдамын мен әрине. Все, менің ойымша үшеу жетеді, үшеу жетеді. Все, былайынан қойып шығатын боламыз. Мынаны былайынан қойып шығатын боламыз. Аха. И мына жерге біз дейтін өзіміздің мынаны қоятын боламыз. Не үшін екендігін білмеймін. И былайынан өзіміздің алдынан шығарып қоятын боламыз. Яғни бұл дейтін өзіміздің не істейтінін білесіңдер сендер. Әрине не істейді? Мен білемін. Ал сендер білмейсіңдер деп жастар. Қазір біз осылайынан яғни өзіміздің немізді соғатын боламыз. Кәдімгі не дейтін еді, өзіміздің заводымыз, Қазір біз тағы да бір блок қоятын боламыз үстіне. Все, үстіне былайынан блок қоятын боламыз. Аха. Қазір все былайынан қоямыз. Аха, енді үстін жауып шығатын боламыз, И былайынан, и все сыра. И қазір наны былай. И былай. Вот, сыр көріндер ма? И мына жерлерді алып тастау керек сияқты. Давайте төбесін бірінші андайсын алып тастаймыз, өйткені әдемі көрінбейді, айтпасам. Қазір соны алып тастайтын боламыз. Аха, алып тастаймыз. Все, алып тастадық та. И такой бізге мыналар қажет бізге да, ендігі бізге мыналар қажет. Все, былайна. Ой, ішінен қою керек сияқты наны. Все, қазір наны ішін ашатын боламыз. Аха. Қазір бұның ішіне бізге талайзаттар қоюымыз қажет. Ол жерге, мына жерге қазір сізді сырттан көрсететін боламын. Мынаны аламыз и былайнан қойып шығатын боламыз әрине. И қазір мына жерден шығамыз и ойбай, мен мына қараңдаршы достар. Мен қараңдар, мен артқа тартып барады ғой, істеп тұрма сонда. Базар жоқ. Давайте, қазір онда біз мына жерге өзіміздің мынамызды қоятын боламыз, кодымызды, и сосын қасына біз өзіміздің жұмыс істейтін, яғни осымызды қоятын боламыз. Все, жамп дұрыс істейді. Все, енді азғантай ғана қалды деген ойдамын. Ең соңғысы үйдің артына қалған сияқты. Бұл жерге не істейміз деген сұрақ менде натуре достар. Қазір бәрін алып тастау керек, мына жерлердің барлығын, Сәлем житель. Все, мына жерлерді жаба саламыз. Все, мына жерді жабамыз. Так, тағы да бізге мына жерге воронка керек па, керек емес па негізі? Қандыршы? Так. Все, понял. Понял. Все, сыра. Все, барлығы түсінікті. Ендігі, қазір біз дейтін енді не істейміз, сыра. Так, енді біз дейтін қазір өзімізге тағы да механизмдердің ішіндегілерін торлайтын боламыз. Сосын қазір өзіміздің ең сүйікті жетелімізді шақыратын боламыз. Все, қазір мен оны нәтижелерден бастай берейін, былайынан алып, мен шашып кеттім бар ғой жететін. Все, планер жауыз жүріп, все, болды ма? Ойбай, мыналар жетті. Сәлем жетелер, жиналып қапсыңдар ғой. Чо там мен не болды? Шайзы, бітейін деді ма? Чо там не болды? Почти бітейін деп қалды ғой. Мана жер кім сындырған? Шайзы, тыңда, қысқасы айтып тыңда. Сен төбеге сен не қойдың ғой, атылған деді, сандық қойдың ғой, сандық қойдым, не болды? Мына сандықтың ішіндегі жасыл заттарды алып, соның ішіне сал, содан енді бізге изумруд шығатын болады. Мынаның ішіндегі ма? Лаймовый красительді мен салсам изумруд шыға ма бізге? Тезірек сал, әйтпесем болмайды. Бол, тезірек сал, салып болғасын айтмаған. Бол, түсінікті ма? Давай сал жүрейін. Все, салдым. Чо, не болды? Все, күте тұр, енді ойбай, не болады? Чо там, қазір күте тұр, мен саған айтам. Бұндай код, 12, 13, 15, все.
Болды, қараңдар, измұрт шыға ма, қараңдаршы. Қазір қарайым. Ой, измұрт шығып жатыр ма? Измұрт шығып жатыр, ура, измұрт шығып жатыр. Соны айтам ғой, ма, мұнан қараңдар, қаншама измұрт түсіп жатыр, содан да серьезно ма мынау? Ма, кәдімгі, достар, ойлаңдаршы, кәдімгі измұрт түсіп жатыр ғой бізден. Кәдімгі, ма. Топас, не қана, мына жердегі топ жинайтын, не анау дейтін, темір қайда, мына жердегі жинайтын. Ойбай, ұмытып кеттім, үйімді ұмытып кеттім, қазір келем. Білем, все, қазір. Достар, ойлаңдар, біз завод жасап алдық, достар, изумрудтан. Мақылсара, қазір мынау, все, мына вариант келген ғой, бәсін, не жинайтын, темір деп қойды, білмейсің ғой қазір. Қой жейін, все. Ма, достар, қараңдар, барлық наяға түсіп жатыр ғой, бүкіл дейтін, ойлаңдаршы, енді біз достар бай боламыз, ойлаңдаршы, кәдімгі достар, өткен достар біздің ауылда біз мынандай завод шығардық достар. Айбай, жұмыс істеуін қараңдаршы, ма, кәдімгідей, ма, достар. Мынау қалай вообще сонда? Достар, если что, сендер де жазып кетер комментар, егер дәл осылай сендер де өздеріңе, яғни завод жасағыларың келсе, менің андаймен жасаңдар, мен дегенде той яғни алдағы жетілді осындай тізгенен қараңдар. Вот, осындай сұра. Қараңдар. Вау, достар, мен ойламадым, мен мынандай зат шынымен шығады деп, достар. Егер достар, сендерге бүгін видео ұнаған болса, сразу лайк басып, анаға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені сендердің каждый анаға тіркеліп лайк басып жатқандарың мен үшін өте үлкен, не деуге болады сендерге, яғни сендерге үлкен рахметімді айтамын. Егер осы видеоны кім соңына дейін қарады, мен видеоны соңына дейін қарадым деп жазып кетсеңдер, үлкен рахмет болатын еді, яғни үлкен қуаныш болады деймін қысқасын айтқанда. Осы видеоны жақаймын, сіздермен болған бүгін арнаған лайк басып ана тіркеуді ұмытпаңыздар. Келесіне қандай мынандай шығарайын, соны комментария жазып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.